Құрметті халайық, Қазақстан үкіметі отставкаға кетті. Сіздермен бірге тарих онлайн, ал оны жүргізетін мен Рысбек Рамазанұлы. Әлихан Смайылов бастаған министрлер кабинеті портфельдерін жинап, халықпен қош айтысты. Отставкадан кейін Әлихан Смайылов әлеуметтік желіде мынадай жазба жариялады. Соны сіздерге оқып берейін. Смайылов былай деп жазды: өткен 2 жыл қоғам үшін шешуші кезең болды. Мемлекет басшысы жаңа әділетті Қазақстанды құруға бағытталған аса маңызды саяси және экономикалық реформаларға бастамашылық жасады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша экономиканың өсуі 5,1% құрады. Барлық негізгі секторлар оң даму динамикасын көрсетті. Инфляция 2 есеге төмендетілді деп жазды орнынан кеткен Әлихан Смайылов. Алайда Әлихан Смайылов кезінде Алаш Орданы құрып, халыққа жан жүрегімен қызмет еткен Әлихан Бөкейхановтың ерлігін қайталай алмады тәуелсіз Қазақстанда. Қаңтар қырғынынан кейін билікті қолына алған Әлихан Смайыловқа халықтың ол кездері сенімі үлкен болғандығы жасыратын жағдай емес. Алайда Смайылов халықтың сенімінен шыға алды ма деген сұрақ бар. Ал кезінде Алаш ардақтылары халқына қалай қызмет етті, тіпті кеңестер үкіметімен алысып жүріп. Ендеше сол тарихты тыңдап көріңіз және салыстырып көріңіз. Ол кездері Әлихан Бөкейханов, Мұстафа Шоқай, Досмұхамедовтер бастаған ұлттық интеллигенция өкілдері қазақ елінің тәуелсіздігі туды деп қуанды. Бәрі де осылай көрінген. Ленин бастаған коммунистер әр ұлттың өзіне автономия беріп, ішкі істеріне араласпаймыз деген ұстанымда болды әуелгіде. 15 күннің ішінде бүкіл Азия құрлығында жаңа мемлекеттердің тарих сахнасына шығуына қызу дайындық басталып кетті. Біздің зиялыларымыз қазақ мемлекетінің шекарасын белгілеп, қарапайым халық арасынан шыққан білімді кісілерді мемлекеттік істерге тартуға тырысты. Мысалы, оңтүстікте Мұстафа Шоқай бастаған Түркістан автономиясы өз қызметін бастап, жер бетіндегі бүкіл түрік тектес халықтарды бір тудың астына жинау идеясын таратуға кірісті. Мұстафа Шоқайдың білімділігі сондай, күллі түрік дүниесі сол кездері оның идеясына қайран қала бастады, әрі оны тыңдады. Әлиханның еуропалық жүйедегі мемлекеттік идеясы қырда мал баққан қазаққа дейін қызығушылық туғызды. Қазақ қайраткерлерінің күндіз түні тынбай еңбектенгеннің арқасында Кенесарыдан кейін рухы күйреген қазақ елінің шаңырағы қайтадан көтеріле бастады. Семей, Орынбор, Ақмешіт, Қоқан мен Оралда жас қазақ студенттері өз ағаларын қолдап билікке араласа бастады. Бір сөзбен айтқанда қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн болатын ұлтымыздың қаймақтары билік басына келді. Алайда азамат соғысынан кейін коммунистер билікке орнығып алған соң, елдің бетке ұстар интеллигенциясын қанадай қыруға кірісті. Екі бірдей аштықты қолдан ұйымдастырып, халқымызды тозғындатып жіберді. Бірінші ашаршылық 1921-1922 жылдарды қамтыды. 28% халық ізім қайым жоғалып кетті. 1 миллион халық жеуге азық таппай тентіреп кетті. Бұл ұлтты жоюға тікелей жасалған геноцид болатын. Ал 1933 жылдарды қамтыған екінші ұлы нәубет кезінде 2 миллион 200 мың қазақтың сүйегі ен далада шашылып қалды. Бұл қазақ халқы үшін нағыз катастрофа болатын. Бұл қазақ тарихында ең сұрқия заман болып есте қалды.
халықты қынадай қырған коммунистер енді ұлттық интеллигенция өкілдеріне қырғидай тиді. Талантты ақын, түркшіл Мағжан Жұмабаев, саяси қайраткер Алашорда басшысы Әлихан Бөкейханов, классик жазушы Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, керемет инженер Мұхамеджан Тынышбаев, Лениннің өзін біліммен басып озған Тұрар Рысқұлов, Сауд Арабиясында тұңғыш елші болған Нәзір Төреқұлов, оян қазақ деп жырлаған Міржақып Дулатов, ғажап режиссер Жұмат Шанин, медицинада жемісті еңбек еткен Санжар Асфендияров. Айта берсе, осындай нағыз ұлттық интеллигенция өкілдері о дүниеге аттанды. Алайда осындай қиындықтарға қарамастан Әлихан Бөкейханов бастаған Алашорда үкіметі ел тарихында өшпестей із қалдырды. Қазақ жұртына демократияның не екенін көрсетті. Сонау 20 ғасырдың басының өзінде. Ал енді, құрметті халайық, менің сіздерге екі сұрағым бар. Біріншісі, қаңтар қырғыннан кейін билікке келген Әлихан Смайылов Қазақстан халқына қалай қызмет етті? Бұл үкіметке сіз қандай баға берер едіңіз? Ал енді екінші сұрағым. Енді жаңа үкіметке кімнің басшылық еткенін қалайсыз? Жеке өзіңіздің ойыңызды қалдырыңыздар.